Машалла ұстаз, керемет айттыңыз, мен мат қылдыңыз агенші бол. Онда агенші, машалла. Бұл үлкен өкініш бұл. Яғни Алла Сіздерің сақтасын. прямой эфирде бір-бірімен сөйлесіп, себебі әзілдеп. Қанша адамдар куә болып жатыр. Бұл сөздерді естіп тұрып та тауба қылмаса, ертең олардың жағдайы өте ауыр болады. Егер мынандай сұрақ болса ше, ұстаз, мен тиктокпен кіріп уақытымды өткіземін, бірақ мен күнәлі істеп жатқан жоқпын ғой. Мен күнәмен немесе біреуге зиян тигізіп жатқан жоқпын, тек қана өзімнің уақытымды тикток көру арқылы өткізіп жатырмын дейтіндерге не айтасыз? Ерлі зайыптылардың арасында ер кісі талақ айтпаса да автоматты түрде қашан талақ түседі? Күйеуі үйден шықпа десе, күйеуінен сұрамай шығып кететін болса, яғни өзінің білгенмен өмір сүретін болса, Құдай сақтасын, ондай әйелдерге де, яғни күйеуі құқы бар, оны талақ қоюға. Ассалаумағалейкум, құрметті Алаш ТВ YouTube көрермендері, бүгін подкаст болады. Подкастта қонағымыз Абдурауф ұстаз, есімімен танымал, шын есімі Кенжаев Расул. Білесіздер, Мақтарал ауданында алғашқы медресені соғып жатқан осы кісі. Медресе әлі аяқталған жоқ. Астына реквизиттерін қойып қоям. Алла разы үшін көмек берем деген жандар үшін. Құрметті оқырмандар, біз подкастты бастайық. Ассалаумағалейкум, құрметті Абдурауф ұстаз. Алейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ұстаз, бірден сұраққа кіретін болсам, сіз тиктокқа кіресіз ба? Тиктокқа кіргенде онша кейде бір кіріп қалмасам, бұлайынша бір уағыздар салып отырасыз, енді ол уағызды шәкірттеріміз салып тұрады. Соны ар заманда кірген кезде бірақ өкінішке орай өкініп кетесіз. Енді машалла қыздарымыз әуретін жапса, оранса дейміз ғой. Бірақ тиктокта, желіде стрим деген нәрсе бар ғой, тікелей эфирде. Қарагөз қарындастарымыз оранған отырады. Солар жайлы не айтасыз? Алла разы болсын. Алхамдулиллах, ассалату ассаламу ала расулиллах. Әуелі жаратқан Аллаға хамд болсын, оның ең соңғы пайғамбары алейхиссалату ассаламға салауаттар болсын иншаллах. Аллаға хамдпен, пайғамбар саллаллаху пайғамбарымызға салауатпен бастасақ, иншаллах бұл жиынымыз хайырлы, берекелі болатынына күмән жоқ. Оған пайғамбарымыз саллаллаху сөздері де бар. Енді өкінішке орай қазір сіз тикток жайында немесе инстаграмда да осындай оранған қыздарымыз немесе үйленген бала шағасы бар ер кісілер немесе күйеуі бар әйел кісілерімізде қаншасы осы тиктокқа уақытын өткізіп ойындар ойнап әртүрлі өздерінің уақыттарын бекерге өткізіп жатыр. Бұл үлкен өкініш бұл. Бұл өкініш болғанда өте үлкен өкініш. Себебі Алла сақтасын, бұл бірінші өзінің өміріне ертең ұрпақтан өзінен кейінгі келетін ұрпақтарға да үлкен зияны болады. Себебі пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадис мұбарактарында қияметте осы 4 сұраққа жауап бермей орнынан қозғалмайды деп айтады. Оның біріншісі ән умури фима афна, өміріміз туралы сұралатын екенбіз да, өмірімізді неге арнадық, өмірімізді әрбір секундына дейін Алланың құзырында жауап береміз. Сондықтан тиктокқа кіретін адамдар әрбір секундын қай жерге жұмсап жатыр. Екіншісі ән жисмихи фима абла, ол жисім туралы. Жисім болған адамның бүкіл берген денесі, көзі, құлағы, ол қанша денсаулық кетеді ол жерде. Үшіншісі ән илмихи фима фаала, жәндегідей бүгін өзі сол тиктокта бір қызымыз медресе оқығанмын деп басында оранып тұрып басқа бір бөтен яғни еркектермен сөйлесіп жатыр да. Бұл әрі дінімізге, әрі сол қызымыздың Алла тағала өзі баршамызды тура жолға бастасын, қанша адамдарға үлгі болып жатыр да. Демек, медресе оқыған қыз сөйлесе, басқаларға да сөйлесе болады деген сияқты сөздерде шығады. Сондықтан қараңыз, ән илмихи, білім туралы сұраламыз. Оның ішінде қанша намазхан балдарымыз бар. Егерде Алла сақтасын, бұлар егерде тауба қылмайтын болса, ертең өзінің, яғни бір бөтен адаммен сөйлесті ма, өзінің қызы бар, әпшесі бар, әйелі бар, ол міндетті түрде қайтады. Төртіншісі мин мәлим мин айна иктесабаху ва фима анфақа, мал дүниесі туралы. Мал дүниені қай жолдан тапты және қай жолға жұмсады, сол туралы да жауап беретін екенбіз. Қараңыз, ол жерде кетіп жатқан мал дүние кетіп жатыр. Адамдар сағаттап өмірін сол тиктокта, боғауыз сөздермен,
артықша бір-біріне жамандау, бір-біріне қанша ол жерде Алла сақтасын, енді тіліме сол сөзді тіліме айтуға мен ұялып жатырмын. Енді бұл біздің сұхбатымызды көріп, мүмкін Алла хидаят беріп, ұялып, солар егерде таубасына келсе, альхамдулилlah, біз қуанатын едік. Қараң, 4 пайғамбар не деді? Біріншісі өмірі, екіншісі жисім, денесі, үшіншісі білімі, төртіншісі мал дүниені қай жерден тапты және қай жолға жұмсады. Осы сұраққа жауап бере алам деген, ертең мен Алланың алдында барған кезде соған өзім жауап берем десе, Алла сақтасын, сол сұраққа дайын болса, бұл сөздерді естіп тұрып та тауба қылмаса, ертең олардың жағдайы өте ауыр болады. Соған иншаллах біз олардың таубаға келуіне уақыттарын бекер өткізбеуден Алладан сұрап қаламыз иншаллах. Құрметті тиктокер немесе тиктокерша қарындас бауырларымыз, тиктокқа кіргеніңізде уақыттарыңызды есептеңіздер. Яғни қияметте уақыттан сұраламыз. Иә, біріншісі умури фима афна деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Егер мынандай сұрақ болса ше, ұстаз, мен тиктокпен кіріп уақытымды өткіземін, бірақ мен күнәлі істеп жатқан жоқпын ғой. Мен күнәмен немесе біреуге зиян тигізіп жатқан жоқпын, тек қана өзімнің уақытымды тикток көру арқылы өткізіп жатырмын дейтіндерге не айтасыз? Енді ойлаңыз, сіз уақытыңызды, мысалы, сіз егерде маған тікелей осылай сұрақ қоятын болсаңыз, сіз Алланың алдына бардыңыз да, уақытыңыз бар, неге Құран оқымадың десе, неге құлшылық жасамадың десе, яғни біз бұл өмірден келуімізден мақсат не? Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде "Ома халақтул джинна вал инса илля лиябудун" мен пенделерім мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Енді сіз уақытыңызды тиктокта, инстаграмда бекер өткізсеңіз, яғни бұл біздің сөздерімізді кейбір бауырларымыз естіп алып, ана имамдар тиктокта тікелей эфирде жүр ғой деген сияқты сұрақтарды мазалауы мүмкін да, бірақ ол имамдар, Аллах разы болсын, адамдарды хидаятқа келуіне, яғни олардың сұрақтарына жауап беруге уақыттарын өткізіп жатыр. Соған жұмыс істеп жатыр. Иә. Машалла, ұстаз, керемет айттыңыз, мен мат қылдыңыз, әкеңші бол. Ол да әкеңші, машалла. Ұстаз, келесі сұрақ, машалла, тикток жайына керемет жауап бердіңіз. Ендігі мәселе ерлі зайыптылардың арасындағы талақ мәселесінде сұрақ қойғым келіп отыр. Ерлі зайыптылардың арасында ер кісі талақ айтпаса да, автоматты түрде қашан талақ түседі? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, әйел адам талақ бере ала ма еркек адамға? Үшінші сұрақ, қай кезде еркек әйел адамға талақ беру керек? Машалла, сіз бірден 3 сұрақ қойып жібердіңіз. Яғни біріншісі, сұрағыңыз қалай еді? Егер ер кісі мен әйел кісі ажырасам демесе де, автоматты түрде талақ қай кезде түседі? Әрбір сұраққа жеке-жеке тоқталып өтсек, яғни автоматтық түрде, мысалы, бір адам талақ қоймаса да, күйеуі, мысалы, бұл өмірден кететін болса, міндетті түрде оларға талақ түседі. Оларда қайтыс болып кетсе? Иә, қайтыс болып кетсе, немесе жәндегі сияқты мұртат болса, діннен, Алла сақтасын, Алла және пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламды мойындамаса, діннен шықса, міндетті түрде ол адамға әйел кісіне талақ түседі, иншалла, иддасын түсіп, басқа адамдарға тиіп кете береді. Егер ер кісі діннен шығып кетсе, әйел адам талақ түседі? Иә, ол өте ауыр. Талақ негізі мәселесі бізге де осы мен бір айының ішінде маған өте көп әйелдеріміз осы талақ туралы сұрақ қояды. Қанша адамдардың осы мәселеде ажырасып кеткені туралы да бізде бір жаман не бар да, арақ ішіп келіп, әйелін талақ қойғаннан кейін мұлда іздеп жүре береді да. Осы мәселе Алла сақтасын, қоғамда бір адамға арақ деген нәрсе ол басқа тема, бірақ осы талаққа тиісті жерлерін айтып өтсек, арақ ішпе десең, не бопты деп айтады да. Не бопты деп айтады да, кейін арақ ішіп алып, әйелін талақ қояды. Өзіне келген кезде не істейді? Яғни молдан іздеп жүреді да. Яғни талақ ішіп, талақ қойсам талақ түсе ме деген сияқты. Ханафи мазхабында имам Абу Ханифа рахимахуллах, имам Абу Юсуф, имам Мухаммад үшеуі де айтады, ішіп келіп арақ, яғни талақ қойса, бұл талақ түседі иншалла. Екінші сұрақ, әйел адам күйеуіне талақ бере ала ма? Яғни егерде әйел кісі күйеуіне талақ бере алатын болғандықтан, ғалымдардың керемет сөзі бар да, бүкіл әйелдер,
енді бүкіл болғанда көпшілік түрінде айтады, көпшілік әйелдер күйеуіне талақ қойып жіберетін еді деп айтады да. Ажырасып кететін бе? Иә, себебі әйел кісілер өте сабырсыз болады. Ашуланған кезде аузына келген нәрсені айта салады да. Кетемнен басқа ештеңе етпейді. Ол кетем, жаман әйел кетем деп қорқытады ғой. Сол сияқты ол әйелдерде егерде талақ беру құқы берілген кезде не істейді? Міндет көп әйелдер яғни күйеуін талақ қою мүмкін еді деп айтады да. Бірақ екінші жолы бар. Егерде әйел кісі, яғни күйеу неке қиып жатқан кезде өзінің құқығын әйеліне айтатын болса, мен саған өзіңнің қалауыңа талақты неге бердім десе, әйел кісінің құқығына беретін болса, енді Алла сақтасын, бұл сөзді негізі айтпай-ақ та қойсақ та әдем болатын, себебі Т деп айта берейікші. Яғни ол талақ деп айта беріңіз, жоқ, бірақ мен осы екінші вариантты айтқым келіп жатқан жоқ. Тағы мына нәрсені айтып өтсем, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Абғазул халалу илаллахи ат-талақ." Аллахтың ашуына келтіреді деп айтады да. Бірақ оның үкімі халал болғанымен, бірақ Алланың ашуына келтіретін. Алла ашуланады. Иә. Абғазул деп жатыр ғой, яғни Алла Тағала ғазаптанады, ашуланады деп жатыр да. Алла сақтасын да. Сондықтан біз бір сөзімізді айтып жатқан кезде барынша не істеуіміз керек? Ойлап, яғни тұрып сөз айтсақ, альхамдулилля, нұр үстіне нұр болатын еді. Үшінші сұрақ, ер кісі әйел адамға қай кезде беру керек? Тыны. Яғни талақ сөзін айта беріңіз. Талақ сөзі қандай уақытта? Алла сақтасын, бір әйел кісі ашықтан ашық зина жасап жүр. Әйелі, күйеу егер оны көріп тұратын болса, немесе жандек сияқты шариғаттың өзінің қойылған шарттары бар, мынандай деп айтады. Бірақ олардың ішінде осы мәселені айтып өтсек, яғни нақты, яғни көзіне шөп салған кезде, яғни Алла сақтасын, немесе күйеуіне міндетті түрде, яғни мүлде итағат етпесе, күйеуінің әке шешесін жандек сияқты өзінің білгенімен өмір сүрсе, күйеуі үйден шықпа десе, күйеуінен сұрамай шығып кететін болса, яғни өзінің білгенімен өмір сүретін болса, Құдай сақтасын, ондай әйелдерге де, яғни күйеуі құқы бар, оны талақ қоюға. Енді тағы мынан мәселені, үшінші сұрақ болғаннан кейін, мынан мәселені айтып өтсем, бізге көп адамдар талақ қойғаннан кейін, мен сол адамдарға айтам, альхамдулилля, бізде өзіміздің қара шаңырақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бар. Барынша талақ мәселесін әрбір өңірдің имамдары бар, фатва бөлімі бар. Иншалла, сол кісілерге қойса нұр үстіне нұр болады. Міндетті түрде бару керек. Иә, себебі талақ өте өте кең, өте екі адамды отырғызып, сөйлесіп, екі жақты сөйтіп не істейді, оларға шешім шығарады. Сондықтан бір адамды естіп тұрып, одан мынандай үкім беру біздерге дұрыс келмейді. Себебі, альхамдулилля, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында өте білімді мамандар істеп жатыр. Аллах Тағала Құран-ы Керимде «Ярфа'уллазина аману минкум валлазина утул илму даражат». Аллах Тағала ғалымдардың дәрежесін сондай көтеріп қойған. Олар, альхамдулилля, біздің дініміз үшін, біздің отанымыз үшін, біздің мұсылмандар үшін, олар, альхамдулилля, сондай бір не істеп жатыр, қызмет жасап жатыр. Одан кейін мына мәселені айтып өтсек, қазіргі таңда өкінішке орай, яғни әзілдесіп, осы тикток мәселесінде бір-екі кісілерден естім. Тиктокта бір-бірін сен маған тиесің ба десе, я тием, немесе мен өзімнен некеге алам деп әзілдесіп, бір-екі кісілер сондай айтқан сөздерінде естім. Ондай адамдарға міндетті неке жүріп кетеді. Яғни Алла сақтасын. Прямой эфирде бір-бірімен сөйлесіп, әзілдеп, қанша адамдар куә болып жатыр. Немесе бір кино ойнап жатқан кезде де, егер осындай амалдарды істейтін болса, оларға міндетті түрде не істейді, талақ, яғни неке түседі. Жүрекке қарамай ма ол кезде? Жоқ, ешқандай жүрекке қарамайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үш нәрседе әзіл жоқ деп айтады да. Біріншісі неке мәселесінде. Бір адам пәленшенің некесіне алдым десе, ол неке жүріп қояды. Немесе талақ қоятын болса, талақ түседі. Қандай жағдайда болсын, әзілдесіп болсын, арақ ішіп келіп болсын, көңіл күй жоқ болсын, бар болсын, ол талақ түседі. Мас күйінде айтса да. Талақ түседі. Үшіншісі,
яғни бір адам құлы болатын болса, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде болған, әзілдесіп болса да құлымды азат еттім десе, бұл ол азат болады. Яғни осы үш нәрсе, пайғамбарымыз үш нәрседе әзіл жоқ деп айтады. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Барынша ойланып сөйлесек, алхамдулилля, нұр үстіне нұр болады. Сізден сұрайтын едім, иншалла осы нәрсені, осы әзіл болмайды деген мәселені жеке бір шығарсаңыз, алхамдулилля, көп адамдар естісе, иншалла пайдаланса. Себебі әзілдесіп болса да бір-бірін сөйлесіп жатқан, тиктокта неде сөйлесіп жатқан адамдар естіп таубасына келсе, иншалла. Егер осындай оқиға болса, міндетті түрде осы діни басқармадағы ғалымдарға барып жолықсын, иншалла. Құрметті тиктокер мырзалар, егер сіздер стримде отырған кезде бір қызбен жігіт отырып әзілдеп, мен сені алам тиесің ба, анау тием десе, бітті, сендерде неке бар. Өйткені стримде қанша адамды сендерді көріп отыр, яғни куә бар. Ондай жағдайда сіздердің араларыңызда неке бар, ол мәселені муфтиятқа барып шешіп алыңыздар, имамдарға барып, жергілікті имамдарға барыңыздар. Болмаса Абдурауф ұстазға келіңіздер, жекесіне жазыңыздар демекші. Ұстаз, енді мына сұрақ неке мәселесіне. Әйелі күйеуінің көзіне шөп салды. Бірақ күйеуі оны кешіріммен қарап, бірге өмір сүруін жалғастырды. Ол еркектің Алланың алдындағы дәрежесі қалай болды? Жалпы үкімі қалай болды ол отбасының? Енді бұл Алла сақтасын өте ауыр мәселе. Ғалымдардың ішінде екі түрлі көзқарас бар. Бір ғалымдар егерде әйелі көзіне шөп салған кезде онымен өмір сүруге бола ма десе, ғалымдар айтады, Алла үшін егер кешіріп, балдарын, мысалы перзенттері болса, сол перзенттері жетім болмасын, біреудің қолына харам болмасын деген мақсатта өмір сүретін болса, ғалымдар жайыз деп айтады, бірақ бұл өте ауыр адамның жүрегіне. Екіншісі ғалымдар айтады, олар дайыс деп айтады. Алла сақтасын. Ад-дайусу ла ядхулул жанна, дайыс жәннеттің ісіне іскемейді. Әйел кісі, әйелі басқа бөтен адаммен болып тұрып, оны қалай, ол мүмкін емес деп айтады. Сонда ғалымдардың ішінде екі түрлі көзқарас бар. Бұндай мәселеде барынша тағы да айтам, алхамдулилля, біздің қара шаңырағымыз, Қазақстан мұсылмандары діни осындай жағдайда осыларға, сол ғалымдарымызға иншалла не істесе жақсы болады. Кездессе сұрақтарын сол кісілерге қойса. Жақсы, рахмет ұстаз. Медресеңіз жақындады ма? Алхамдулилля, медресені Құдай қаласа 2024-те ашамыз деген ниет бар. Ол Алланың қалауы бұл жерде. Алла қаласа, иншалла, сіз сияқты бауырларымыз себеп болып жатсыздар. Алла разы болсын. Отбасыларыңызға Алла береке, бірлік, амандық берсін. Сол медресемізге көмектесіп жатқан қанша бауырларымыз бар. Аллах Тағала малымен, жанымен дұға жасап көмектесіп жатыр. Аллах Тағала ол кісілердің де дүние ақыретін Аллах Тағала дүниеде де жақсы өмір сүруді, ақыретте де Алланың алдына барғанда Алланың яғни уәде берген нұрлы дидарын көруді, жәннатқа кірулерін Алла нәсіп етсін иншалла. Әмин. Құрметті оқырмандар, Мақтаарал медресесі парақшасы ашылған. Сол парақшаға кіріп, толыққанды танысып шықсаңыздар болады. Алла үшін көмек беріңіздер. Алла сіздерден разы болсын. Стоп, послушай, прочекай.